миллион берсе, менің балам көденіп тұр ғой. Брат, тысяч. Ой, 20 тысяч было бы, я вообще бы сам счастливым ребенком был. Қуршет туған күніне Расылдың ақша падар деді, бота падар деді. Сонымен риза болып отыр. Ана 30 тысяч. Я куплю GTA, во-первых, Киберпанк, 2077 год. Еще многие игры, которые мне нравятся. бүкіл ойынның ақшасы шығып бітті ғой. Бір пашока жылап жатыр мына жерде. Пашоняк болып жатыр мына жерде, пашоняк. Мына кішкентай тірі жанды қараңыздаршы, тірі жанды, а? Не мынаны, мына көтенді не істеймін мен, а? Не істеймін мынаны? Сізді сарықтап кеткен ғой мен байқа. Мына қашасың ба? Мне? Осман, кетепай издевать. Осман, кетепай не істеватсың сен? Гуляй. Ойбай, еркелеп кетті ғой, а? Да, скоро Осман болған бала, а? Тоқта осы жерде тұр. Хорошо. А что? А что? Не знаю. Я тоже не знаю. Что за звук? Что за звук? Да кто это? Кто это? Даже не знаю. Я тоже не знаю. Мне интересно. Ну, я любопытный ребенок. Ты столько комаров домой зашли? Где комары? Вот летают они. Что свет? Что-то с пакетом? Сколько минут уже? Ну, мне любопытнее, что там происходит. Кто-то идет, да, наконец-то или нет? Я не знаю, я не вижу лицо. Ничего не вижу, просто. Я вижу просто пустой подъезд без людей. И горячий свет. Днем рождения! Саған! Откуси кусочек. Бір кусочек тісте. На саған. Туған күніңмен! Көршім кеп қалды, көршім. Алып келген тортпен шай ішіп алдық, мына жерде ақшасы бар. Мынандай ататыны бар. Фейерверктері, короче, разный. Мынандай да бар екен. Еще басқа тағатындарын толтырып әкепті. Мындай. И мынандай еще. Сөйтіп құттықтап кетті екенбіз, отырып әңгімелесіп, шай ішіп, күшті. Сол енді ұйықтайық деп жатырмыз. Съемка жасадық, ана күні бот әкеміз съемка жасаған болатын. Сол съемкамыздың видеолардың барлығы өшіп кетті. Қуршет случайно форматировать етіп жүрген, сонымен қайтадан түсіруімізге тура келді. Бүгін еще мен тоналкамды ботаның телефонын, машинасына тастап кеткен ғой, ана күні туса болатын кезде, сонымен тоналкасыз бүгін вычш болып шыға салдым. Настроениемді онша емес болып тұрып еді. Сол киіммен ештеңе демей ақ қойыңыздар, киімді ауыстырып үлгерген жоқ. Жаңа жақта көп неше түрлі мына видеоға арналған әдейі көйлегім болған. Специально қысқа көйлек киетін бір видео болыпты. Сол, қазір не айтайын деп тұрмын. Қазір көп адам менен несие туралы сұрап жатыр, сол туралы келесі сториста айтамын. Түсіруіміз керек. И заодно Ерасыл туған күнін жуып жейік деп жатырмын енді. Мәссаған. Мә Ерасыл. Ерасыл ұйқыдан қазір тұрған ба? Мәссаған. Сегодня бірақ мені. Ұйқысын ашамайды қазір ат тұрған ба? В общем, бізде бажалар сходкасы болып отыр. Бажалар қаяқтымыз? Демалыстың бастамасы ғой, короче. Не істеп жатыр мыналар? Не істеп жатыр? Көңген істеп жатыр. Тиіспеш, білген істесін дей ма? Осыны демалыс болып жатыр бізде. Қумас шей. Шынды ма? Үшін біз бажалар бүгін демалып жатқан жайымыз бар. Сол, екінші бажамыз, короче, шашлық істеп жатыр, ол түсірме деп тұр. Мен бос емеспін деп тұр, в общем. Бүгін 15 күні, в общем, бажалар күні екен ғой. Иә, бүгіннен бастап аталып. Жалпы мынау құрметті жігіттер, бажалар көріп отқандар. Бүгіннен бастап бажалар күні бар енді. 15-і бар, 16-сы бар, 17-сы бар, 18-і бар. В общем, желание болған күні бажалар күні болады. Сондықтан ойламаңдар, бажалар күні жоқ деп. Біз табамыз ондай уақыт. Аман болайық. Қазір тойдамыз, бірақ бишінің қалай тойға дайындалатынын бәріміз бірге озвучка жасайық деп жатырмыз. Бұл Амина, және де біз Алматының жолынан әлдеқайда тегіс етіп, бетімізге тоналка жағып аламыз. Бұл Кәусар, және де біз көзімізді космостан қараған кезде де қап-қара қара түнек болып тұратындай бояп аламыз. Вельма деп айтсаңыздар да бола береді. Мен Мери кірпікті качеля тебетіндей қылып жабыстырып аламыз.
А бул мен Айнурдун өзү, және де билесиздер, узун кірпік, қап-қара тең, қара қас, енді биширдин наборы, ең маңыздысы ол қызыл керім, бірақ жол жүру керек болғандықтан, бастапқыда енді ернімізді базовый оттенокта қоя саламыз, но барғаннан кейін ернімізді міндетті түрде қызартып аламыз. Космостан көріну үшін блеск қоссаңыздар, міндетті түрде әдемі көрінеді. Қызық жерге келдік. Мына жігіт, короче, біздің видеоларды салып, просмотр жасап жүр екен. Мынау 100 мың жинап екен, жарайды. Тағы 16, 21, 200 мың, 600 мың. 600 мыңда кім бар өзі? Болды, Пауым. Каспиймен. Подаркын салып жүрем. Красавчик. Бетіңге ма? бетіне кім сөйтсін? Мама? Кәні мамын сен? Мені. Бетің қалай жемейсің ғой сен бетін? Күн көптір. Болды енді еркелеп кетпеш енді. Сразу еркелеп кетесіне телевизор көруге болмайды ғой. Бар ұйықта. Детский время бітті ғой, Асылхан бар ұйықтаса не істеп жүрсің? Ұйықтаса не істеп жүрсің, детский? Сіз ұйықтамай жатырсыз. Мен қазір жатам, бар қасына. Давай жүгір. Қазір барып жатам, мен қасына. Ұйықтамай жатсыңдар екеуін. Сағаттың уже 12 болайын деп отыр. Сендер 9-10-да ұйықтап қалуларың керек қой. Әке қолдан берші. Әкел бер. Болды, ұйықтаңдар. Ал сұр, ұйықта. Мен сендердің орындарында болсам, мә ұйықтайтын ем. Істейтін жұмысым болмаса. Рахата деп жатып. Асылға сен қолымды ұстап жатпасам болмайды. Жата береді ғой, қол ұстап. Қол ұстап жатқан жақсы. Сен неғып ондай жақсы көрмейсің, Мансұр? Құшақтасып ұйықтаған. Сіз неғып жатырсыз қойдыңыз ғой? Типа мен орталарына жатпай, мияқа жатқаннан кейін ба? Сен өзің ары қарай жатып аласың ғой, сен жатпайсың ғой, қызым. Ана ортаға жатпай, Асқар, неғып жатпайым дейді. Асылхан, Ортаға жата береді. ортаға жатқан жақсы көреді, потому что бұл мына шетте қалғысы келмейді ғой. Кішкентай болғаннан кейін ортада жатады ғой. Ана жақтан сен қорғап жатасың ағасы болып, мына жақтан мен қорғап жатам. Екеуміз екі жағынан қорғап жатамыз. Мияқта дымда жоқ қой. Қалай қорғап отырам? Жоқ, қорғап жатқанда құлап кетпесін деп қорғап жатасың ғой. Ол түсінді. Ане кеше аунап жатқан жоқ қой наққа? Жарайды енді, білмеймін әйтеуір ортада жатады Мансұр. Қатты зерттеп кетеді екенсің сен. Ұйықтасыңдаршы болды ма? Мен ұйқым келіп кетті, уже сендерді ұйықтатам дегенше. Жарайды. Мен ұйықтамаймын. Ұйықтамаймын. Неғып ұйықтамайсың? Болды, ұйықтаймыз. Еркелік кеттің Асылхан сен. Ма, еркелеткіш, өтпе.